Реактивті қозғалыс тақырыбындағы 21-ші жаттығу есептері. Бірінші есепте ғарыш кемесінің тежелуі қалай жүзеге асады. Екіншіде массасы 200 грамм ғарыш кемесі моделінің максимал көтерілу биіктігі 12,8 метр болды. Оны іске қосқан кезде зымыран сополосынан газдың ағу жылдамдығын анықтаңдар. Іске қосу барысында 0,5 кг отын қолданылды. Ауа кедергісін ескермеңдер. Есептің шығару жолы келесі бетте. Бірінші сұрақтың жауабы. Қозғалтқыштың реактивті шүмегінен сопыла шыққан газ ғарыш кемесінің қозғалыс бағытымен ағады. Нәтижесінде реактивті күш кемеге теріс үдеу береді. Осылайша тежеледі. Екінші есепте берілген бойынша жазамыз. М тең 200 грамм массасы, М0 бастапқы массасы 0,5 кг, H биіктігі 12,8 метр, екінші үдеуі 10 метр бөлінген секунд квадрат бөлінген бастапқы V0 жылдамдық табуымыз керек. Бұл жағдайда біз есептің шартына байланысты халықаралық бірліктер жүйесін қолданамыз. 200 граммды килограммға айналдыратын болсақ, 0,2 килограмм шығады. Шешуінде қажетті формуланы қолданамыз. H тең H0 плюс V0 минус Т квадрат бөлінген 2 көбілген H0 тең 0-ге. V тең V0 минус Т. Ең жоғарғы нүктеде жылдамдық 0-ге тең екенін ескерсек, Т тең V0 бөлінген G. H тең V0 Т минус Т квадрат бөлінген 2-ге. Өшеттен формулаға орнына қоятын болсақ, H тең V0 бөлінген 2G минус М0 G V0 квадрат бөлінген G квадрат бөлінген 2. Осы жерден бізде шығады екен V0 квадрат бөлінген 2G көбейтілген V0. Бұдан турасына 2G шығады. Реактивті қозғалыс теңдеуінен ВК тең М0 V0. V0 табатын болсақ, бастапқы жылдамдығын ол МК бөлінген ВК бөлінген М0-ға. МК көбілген 2 турасына 2GH М0 бөлінген. Орнына мәнден қояқ 0,2 турасына 2 көбілген 10 көбілген 12,8 бөліміне 0,5. Алымында 0,2 көбілген 16 бөлінген 0,5. Осы біз көбейтіп және бөлетін болсақ 6,4 метр секунд шығады.